Саламатсыз ба, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздермен Айғанат Олимпиадасының екінші турына дайындық кезеңінен өтеміз. Соған қандай сұрақтар, қандай форматта сұрақтар шығатынын барлығымыз сіздермен бірге талқылаймыз. Сөйтіп, бірінші форматты біз кодинг деп атаймыз. Кодинг, яғни сөздерді кодтау, яғни код арқылы жасыру дегендей. Бұл біріншіден vocabulary, яғни сөз қорын, оқушының сөз қорын тексеретін сұрақ екен. Сөйтіп, define the word warning of imminent danger. Және бірнеше әріп берілген. Бұл әріп араласқан. Сөйтіп, содан кәдімгі мәні бар, мағынасы бар сөз табу керек. Және де мына мағына берілген сипаттамаға, анықтамаға дәл болу керек. Сөйтіп, лаганрим деген сөзінен, әріптерінен marginal, alarming, ligerman, margarine және glaminar деген сөздер шығады екен. Бірақ бізге не керегі? Warning of imminent danger деген сөз, яғни бұл құтыла алмас қауіп қатерді ескерту деген мағынада. Ол бізде әрине Б нұсқасы, яғни alarming деген сөз. Бұл сияқты сөздер, сұрақтар барлығы бірінші, яғни А деңгейіне жатады. Еште қиын емес. Тек қана мына сөздерді білсеңіздер, немесе білмесеңіздер де, мына берілген әріптерден, варианттардан дұрысын бұрын сіздердің кездестірген сұрақтарды, сөздерді белгілеуге болады. Келесі сұраққа көшейік. Identification, яғни морфологияны тексеретін сұрақ. Identification, яғни идентификация, анықтау. Identify the marked word. David is a slow boy, he walks slowly. Яғни бізде marked word, бізде белгілеген сөз. Мынау, slowly деген сөз, slowly. Бұл қай сөз табына жатады, немесе не екен, соны анықтау керек бізге. Және берілген нұсқаларда pronoun, есімдік, adjective, сынесім verb, етістік, infinitive, және adverb, үстеу деп тұр. Үстеу. Яғни бұл жерде байқайтын болсақ, walks деген етістіктен кейін тұр. Яғни етістіктен кейін тұрған сөз, ол ағылшын тілінде есімдік үстеу болу керек. Сондықтан біз adverb деген нұсқаны белгілеуіміз керек. Немен шатастыруға болады? Сынесіммен, adjectiveмен шатастыруға болады, бірақ білетіңіздей, adjective бізде әрқашанда зат есімнің алдында тұрады. Яғни slow деген ол сынесім болатын еді, бірақ бізде walks деген етістік, яғни баяндауыш, содан кейін тұрған сөз, бұл үстеу болып табылады. Бұл сияқты сөздер Б деңгейіне де жатуы мүмкін, потому что кейбір сөздер өте қиын болады. Мысалы, көсемше, есімше деген тақырыптар кездесіп қалуы мүмкін, немесе инфинитивтің түрлері кездесіп қалуы мүмкін, соған дайын болу керек. Сөйтіп, күрделі, қиын сөйлемдерді тап болуы мүмкін. Соған дайын болыңыздар. Келесі сұрақ. Классификация. Классификация деген, classification, бұл форматтағы сұрақтар, vocabulary, яғни сөз қоры, odd one out, ерекшеленетін немесе артық сөзді табу керек, және completion, толықтыру керек. Мына жерде бізде odd one out деген, яғни артық сөзді табыңыз. Берілген сөздердің арасынан, мысалы honest, hard, complicated, difficult деген сөздерден біз басқа сөз табына жатады, немесе мағынасы жағынан олардан ерекше болуы мүмкін, немесе структурасы жағынан, немесе позитив, немесе негатив мағынама, антоним ба, синоним ба, соған қарай өзгеруі мүмкін. Бұл тікелей сөз қорын тексеретін сұрақ. Сөйтіп, honest деген сөз бізде адал, hard деген сөз, қатты, complicated, күрделі, difficult, қиын. Яғни, бұлай қарайтын болсақ, hard, complicated, difficult, үшеуде қиындықты сипаттайтын сын-есімдер екен көруге болады. Ал honest деген сөз бізде адал деген сөз, ол адамды сипаттайтын бір сын-есім. Сондықтан біз honest деген сөзді белгілеген дұрыс болады.
Сөйтіп классификация ретінде біз мынаны артық көрдік, яғни мыналардан ерекшеленетін сөз ретінде оны таптық. Соған дайын болыңыздар. Кез келген форматта, кез келген тақырыпқа, және айтқандай позитив, негатив болуы мүмкін. Яғни қалғанда барлығы позитив мағына мағынада болса, біздің артық сөзіміз негатив мағынада тұрады. Немесе оның керісінше. Келесі. Аналогия. Яғни аналогия деген тақырып сөз қорын тексеретін сұрақ. Аналогия табу керек, яғни соған ұқсас, сол логикаға ұқсас сөзді табу керек, логикасын табу керек, түсіну керек, және мына сөздерді әрине білу керек. Мысалы, lion is to meat, яғни ет арыстан үшін қандай болса, қандай мағына мәнісі болса, машина үшін біздерде берілген нұсқалардың ішінде fuel, яғни бензин. Бензин соған тамақ ретінде, яғни энергия береді. Өйткені арыстанға ет, энергия тамақ болса, машинаның тамағы ол әрине бензин. Оған қалғандары келмейді, өйткені wheel деген ол тамақ емес, энергия да бермейді. Wheel деген дөңгелек, muscle деген бұлшық ет, grease деген май, жанармай, және road деген жол. Сөйтіп, осының логикасын түсіне келіп, мысалы, lion is to meat-дің логикасын түсініп, K-дің аналогиясын табуымыз керек. Яғни, meat-дің аналогиясы сонда fuel болып шығады. Келесі. Use of dictionary деген сұрақ. Яғни, мына жерде берілген, қараңыздар, бір сөздіктің бір беті, A деген әріптен басталған, animal, animated, animation, animosity, және бізде жасырын түрде боялған бір сөзіміз бар. Оның транскрипциясы берілген, қандай сөз табына жататыны берілген, және оның анықтамасы берілген, мінекей definition, мысал ғана жоқ, кейбір сөздіктерде мысалда болады. Соған дайын болыңыздар. Және одан кейінгі сөздер annex, annihilate деп кете береді. Яғни байқасаңыздар, A әрпінен басталу керек. Біздің берілген нұсқаларда A-мен басталатын тек қана B, C және E деген. Яғни I-мен басталса, ол жы қисынсыз, және U-мен басталса, ол қисынсыз, оларды тікелей сразу алып тастасақ болады. Сөйтіп, find the word painted over, боялған, in the dictionary. Мына сөздікте боялған сөзді табыңыз дейді. Яғни енді көрейік, транскрипция бойынша, транскрипцияны білу керек біріншіден. А, Н, К, А, мына жерде А деген, Ö деген дыбыс, яғни шуа деген дыбыс, және Л, ankle деген зат есім екен, және depart, яғни оның анықтамасы. Depart at the bottom of your leg, where your foot joins your leg. Яғни аяқ пен тобықтың қосылатын жері. Сол жерді ankle дейді, яғни мынау. Яғни транскрипциядан да табуға болады, мінекей, транскрипциядан табуға болады. Және мағынасынан да табуға болады, мінекей, транскрипция болса. Мағынасы depart at the bottom, және оған кейде мынадай сұрақтарды келу мүмкін. Ankle ретінде сын есімді қолдану мүмкін. Мысалы, біз сөз табына да назар аударуымыз керек. Яғни noun екенін ескеруіміз керек. Өткен кейбір сұрақтарда бұны әдейі қояды шатастыру үшін. Яғни сын есім қою мүмкін, сол мағынаға келеді, бірақ сөз табы болмағасын, ол дұрыс емес болып саналады. Соған мұқият болыңыздар. Сөйтіп, ankle деген тобық деген сөз екен. Мына жерде айта кетерлік нәрсе, use of dictionary деген сұрақтарда тағы да мынадай сұрақтар келуі мүмкін. Мына жерде мысалы ankle сөзі берілсе, оның транскрипциясын сұрау мүмкін. Яғни фонетиканы сұрайтын мінекей, phonetics, transcription, spelling, дұрыс жазылу, орфография және анықтамасын сұрау мүмкін. Мысалы, мынаның барлығын өшіріп, анықтамасын беріп, анықтамасын өшіру мүмкін еді, немесе керісінше барлығын беріп, тек қана транскрипциясын сұрау мүмкін еді. Немесе сөз табын, қай сөз табына жататын сөз екен, соны анықтаңыз десе, соған мұқият болыңыздар. Яғни сөздікпен жұмыс істеуді тексеретін, оқушының сөздікпен жұмыс істеу қабілетін тексеретін сұрақтар.
Келесі сұрақ. Мінекей. Multiple choice, яғни көп жауапты сұрақтар. Яғни мынау сияқты сұрақтарда 1, 2 немесе 3, максимум 3, минимум 1 дұрыс жауап болуы мүмкін, 2 болуы мүмкін, 3 болуы мүмкін. Сөйтіп, көп жауапты сұрақтар, олар көбінесе нені тексереді? Синоним, антоним, амоним сияқты сөздер, яғни сөз қорларын, басқа да сөздерді немесе грамматиканы да сұрауы мүмкін. Яғни мына жерде біздің сұрағымыз find the adverbs of time used in present simple tense. Яғни present simple шағында қолданылатын мезгіл істеулерін табыңыз деп тұр. Яғни present simple қайталанатын осы шақ. Ол мінекей мынау болады. On Tuesdays, мінекей көпше түрінде often және rarely деген сөздер. Rarely деген сөздер қолданылады. Қалғандары қолданылмайды, өйткені at the moment сияқты және right now сияқты ол present continuous tense-тің нелері, істеулері. Yesterday, ago және in 2018 барлығы өткен шақтың істеулері, мезгіл істеулері. Сөйтіп 1, 4 және 7 деген сандарды іздейміз. Олар болса D нұсқасында тұр екен. 1, 4, 7. Сөйтіп осындай сияқты сұрақтар келуі мүмкін. Б деңгейіне жатады, өйткені бірнеше жауап табу керек болады. Бұл Б деңгейі. Барлығын білесіз. A, B, C, яғни А деңгейі оңай, B деңгейі орташа және C деңгейі қиын деген деңгейлер. Так, сөйтіп, мына жерде present simple tense-тің орнына мысалы грамматика сұрау мүмкін еді. Қандай болады? Мысалы, бір сөйлем береді, көп нүкте қояды. Көп нүктенің орнына, мысалы, модальді етістік қойыңыз дейді. Немесе ырықсыз етісті қойыңыз дейді. Мысалы, фразалық етістік қойыңыз деп тұр. Солай шығу мүмкін. Яғни, мына multiple choice деген, соған мұқият болыңыздар, бірнеше жауап. 1, 2 немесе 3 жауап болуы мүмкін. Келесі.